Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Бүгін бізде «Оқы және жең» подкасты. Бүгінгі біздің қонағымыз Қостанай облысы әкімдігінің қоғамдық даму басқармасы саяси жұмыс бөлімінің басшысы Құлмағанбет Әсел Жұмағалиқызы. Қош келдіңіз, Әсел ханым. Енді бүгінгі сізді осы өзіміздің подкастымыздың қонағы шақырып отқанымыздың себебін өзіңіз біліп отырсыз. Қазіргі таңда бізде Қостанай облысы бойынша «Оқы және жең» 3-ші онлайн байқауы өтуде. Мінекей бүгінгі таңда бұның тестілеу уақыты аяқталып, ертеңгі 24 мамыр күні біз эссе жазу арқылы өзіміздің жеңімпазымызды анықтап, 30 мамыр күні салтанатты түрде сол жеңімпаздарымыздың аты белгілі болатын болады. Енді бұл жерде сізді осы подкастқа шақырғандағы менің ең бірінші қояр сұрағым, жалпы қоғамда сананы қалыптастыруда кітаптың рөлі ерекше екенін біз бәріміз де білеміз. Кітапты жаңағы айтып жатамыз, оқыңдар, жаңағы ғаламтордан қарағанша кітаптан көбірек өздеріңе мазмұнды өздеріңізге мәліметтерді алыңыздар деп. Енді осы жерде «Оқы және жең» байқауы осы бағыттағы маңызды қадамдардың бірі ретінде өткізіліп жатыр. Оқырмандарымызға, өзіміздің күнделікті кітапханамызға келетін оқырмандарымызға, жалпы қала тұрғындарына, облыс тұрғындарына бұл байқаудың ерекшелігі мен әсері туралы сіз не айтар едіңіз? Сізге қандай ой тастайды осы онлайн байқауымыз? Рахмет сұрағыңызға. Әрине, өте жақсы жобалардың бірі қазіргі таңда. Яғни бұл осы «Оқы және жең» жобасы арқылы біз жалпы кітапханаларда оқырмандардың саны әлдеқайда артқанына мен сенімдімін. Себебі бұл жерде арнайы жүлделер бар. Яғни оқырманды тек қана оқып қана қоймайды, ол оқу арқылы қандай да бір жүлдеге ие болады. Бізде қазір мен өзім қатыстым, ең бірінші кезеңіне қатысқан болатын тұғым. Ақбоз үйді оқып, бірінші тестілеуден де өтіп, дегенмен енді жұмыс барысымен яғни қол тимей кетті де, ары қарай жалғастыруға. Өкінішке орай мен сол бірінші кезеңге ғана қатысып үлгердім де, ары қарай мен қатыса алмадым, жаңа әртүрлі себептермен. И сонда мен бірінші осы өзім қатысу арқылы бір жағынан қатысқаныма да сол өкінбеймін, яғни өкініштісі тек қана мен оны аяғына дейін жеткізбегенмін. Сол кезде мен бақылағаным бір мотивация деп атамыз ғой, яғни жүлде алуға деген қызығушылық. Сосын қазір біз кітапты оқымау, бізде айтады ғой, қазір жастар кітап оқымайды деп жатамыз. Мен бұл пікірмен мүлдем келіспейтін адамдардың бірімін. Себебі менің айналамдағылардың барлығы да кітап оқиды. Мен білетін жастардың, мен көріп жүрген, өзім араласатын, өзім бірге жұмыс істеп жүрген жастардың көбісі кітап оқиды. Сондықтан ол салыстырмалы түрде ғой. Кезінде бұрын кітапты көп оқитын тұғынбыз, бұрын кітапханадан шықпайтын тұғынбыз деп әңгіме айтамыз. Қазір бәрі онлайн. Қазір әлеуметтік желі бар, одан қалды онлайн кітап бар, аудио кітап бар. Мен бақылағаным, жастар қазір көбісі сол интернеттен жүктеп алады да кітапты, солай оқиды. Алысқа бармай-ақ, менің өзім осы «Оқы және жеңге» қатысқанда Ақбоз үйді интернеттен жүктеп алып, өйткені мен кітапханаға келіп отыратын, кітапханаға алып, оған менде мүмкіншілік, яғни қол тимеді, мүмкіншілік болмады. Сондықтан мен үйде ноутбугымды қосып, интернеттен жүктеп алып, Ақбоз үйді солай оқыдым. Яғни заман өзгеріп жатыр. Бұрынғыдай кезең-кезеңімен барлығы да өз заманына сай өтіп жатқан дүниелер. Сондықтан мен ойлаймын, бұл «Оқы және жең» тек қана жаңағы оқырмандарыңыздың санын арттыруға себеп болған жоба. Өте жақсы жоба дейсіз ғой. Өте жақсы жоба. Мен өте қолдаймын бұл жобаны. Және де өзім жүрген жерде айтып жүремін, осындай жоба бар, қатысыңдар, қатысу керек деп. Біреуге ақыл айтқан оңай, бірақ та өзіміздің қатысуымызға әрине енді қол тие бермейді, ол анық. Бірақ мынау студенттерге,
оқушыларға ана қатыспасақ та енді көріп жатамыз ғой, қарап жатамыз қала тұрғындары жақындарыма дейсіз ғой. иә, және де менің байқағаным ұсынылып жатқан әдебиеттердің жас ерекшеліктеріне байланысты дұрыс таңдалып алынуында. Өте керемет. Рахмет. Әсел ханым, енді мен көріп отырмын, сіз өзіңіздің жалпы балалық шақта бір қандай бір кітапты сүйіп оқиды адам, студенттік кезде де оқып сүйіп оқитын кітабы болады, қазіргі таңда сүйіп оқитын кітабыңыз болады. Енді осы қазіргі таңда қандай кітапты оқып өзіңізге жаңағы сол кейіпкер арқылы қандай жақсы қасиетті алып, қай жері осы мінекей өмірде қандай да бір өзгеріс болып жатса, соны осы кітаптың мына жерінен, мынау осы жердегі жазылған ақпарат менің мына жеріме, мына өмірдегі болып жатқан жағдайға тұспа тұс келеді екен ау деген секілді бір оқып жатқан кітаптарыңыз бар ма? Көріп отырмын бір кітапты, автор туралы екен жалпы кітапқа. Енді қазір осы соңғы оқып жатқан кітабым Парасат майданы Төлен Әбдіктің. Енді бұл кітапты мен қайталап оқып жатырмын. Осы жақында сіздерде өткен кітапхана түнінде Аманат партиясынан жаңағы квиз зияткерлік ойынға қатысып сертификат ұтып алған болатындығымыз. Сол сертификатымызға барып, осы кітапты сатып алған кітаптардың біреуі осы Парасат майданы Төлен Әбдік. Өте жақсы, керемет. Енді тақырыбы бұл мәңгілік тақырып, яғни жақсылық пен жамандықтың адам бойындағы күресі, менің түсінгенім, енді менің бұны қабылдауым. Енді бұрын анау адамның кітап оқыған уақытында сен бір кітапты жастық шағыңда оқисың, ол кітапты сен басқаша қабылдайсың, яғни жастық жалынмен басқаша көзқарас. Адам ұлғайған сайын, яғни жас өскен сайын адамның жаңағы оқыған шығармаға сенің көзқарасың мүлдем басқа жағынан уже қарастырасың. Бұны енді барлығы да кітап оқитын қауым барлығы да жақсы біледі, жақсы таныс сезім. Сондықтан мен бұл кітапты қазір басқаша қабылдап жатырмын. Бұрынғы оқығаныма қараған кезде уже басқаша көзқараспен қарап, басқаша ойлар, басқаша сезімдер адамның бойында пайда болады екен. Негізгі мен жақсы көретін тақырыптарым тарих. Мен өзім мамандығым тарихшы болғаннан кейін тарих тақырыбындағы кітаптарды өз бала кезден сүйіп оқимын. Әлі де оқып келе жатырмын. Және тағы енді мынау осы Парасат майданын оқыған кезде қазір кітаптардың өте бір жақсы несі, соңғы кезде шығып жатқан кітаптардың бір жақсы жағы жазба үшін арнайы осындай қалдырады. Парақшасы бар ішінде. Себебі бұрын біз кітапты оқыған кезде бөлек дәптер арнап, сезімімізді, өзіміздің ой толғамызды басқа оқыған жердегі өзіңіздің ойыңызды қалдырып отырамын дейсіз ғой. Қазір мысалы менде өте бір жақсы ұтымды мынау баспагерлердің ойлап тапқан нәрсесі жазба үшін осындай арнайы парақша қалдыруы. Енді мен өзім жазып алыппын, мынау жазба үшін жерге осы кітаптан күнәһармен емес, күнәнің өзімен күресу керек дейді. Бұл жаңағы Гандидің сөзі. Одан кейін дүниедегі ең жаман нәрсе адамның өзінен өзі қорқуы деген сөз. Яғни сенің өсуіңе де кедергі келтіретін, алға қарай жылжуыңа да келтіретін бұл адамның, яғни өзінен өзі қорқуы. Мен бұны істей алмаймын, менің қолымнан келмейді деген қорқыныш сезім. Ең басты жауы осы деп. Енді бұл көп жазбақ бар ішінде, бірақ бірінші жазып алған, түртіп алған нәрсем осы екі сөз екен. Жақсы, рахмет. Енді жаңа біз айтып жатырмыз, онлайн оқы және онлайн байқауын өткізіп жатырмыз деп, жастарды оқуға, тәрбиелеуге, оқысын, көбірек оқысын, білсін деп. Енді сіздің ойыңыз бойынша, сізде енді жастармен бір көп жүресіз ғой, жалпы осы оқы және жең онлайн байқау секілді тағы да қандай өзіңіздің ойыңызда қандай бола ма, мысалы енді мынандай бір нені кіргізсе ғой деп. Алдыға жылжыту дейсіз ғой. Қазір енді жаңағыны айтып өттім, біз барлығымыз телефонға, яғни барлық күніміз осы телефонға қараумен өтеді.
кезінде интернет болмаған кезде, телефон, әлеуметтік желінің дамыған кезде барлығымыз газетке шұқшиятын тұғымыз. Яғни қолымыз босаған кезде газет оқимыз, қолымыз босаған кезде кітап оқитын тұғымыз. Қазір қолымыз босаған кезде телефонды қараймыз. Мен ойлаймын, әлеуметтік желі арқылы, яғни жаңағындай мынау кітаптарда жазылған цитаталар бар ғой, яғни әдемі жерлерді, мысалы TikTok қазір өте кең таралған әлеуметтік желі ретінде, соны ашып қалсаң, қазір анау әдемі әуендерді, әдемі музыканы соған салады да, яғни көп қаралым жинайды. Неге біз осындай бір жоба ойламасқа? Яғни кітаптардағы сондай құнды пікірлерді, яғни жақсы музыкамен салып, сондай кітаптан үзінді деп жазса, оны жаңағы жақсы мынау сана сезіміне қабылдаған жас сол кітапты іздеп тауып алып оқиды. Түсіндім. Жаңағы сол сөздің, жаңағы тірек сөздің мағынасына қарата әуенді қойып, соны жаңа оқырмандарды тартуға дейсіз ғой. Оқуға мына сөз қай кітаптан алынды екен, осыны ары қарата оқып. Яғни үзінді оқып, немесе жаңағыдай дауыс салу арқылы үзінді кітаптан үзінді келтіріп, сондай бір фишка дейміз ғой, бір тартымды жерін оқып салып, астына жаңағыдай сондай, мысалы Төлен Әбдіктің немесе Дулат Исабековтың кітабынан үзінді деп жазса, мен ойлаймын, жаңағы сол айтылған тексті, сол айтылған мағынаны ары қарай дамытқысы келетін жас болса, ол іздеп тауып алып сол кітапты оқиды деп ойлаймын. Керемет. Рахмет сізге, өзіңіздің ойыңызды жеткізіп жатқаныңызға. Бұны енді бірінші ертеңгі күні қандай да бір көмегі тиеді деп ойлаймын, ортаға салып, өзіміздің әріптестермен шешуге, қолға алуға болады деп. Қазір жаңағы енді мен өзімнің дайындаған сұрақтарыма, мысалы көбіне дайындаған сұрақтарыма бәріне жауапты алып отырмын. Жаңағы жастарды қалай тәрбиелеу керек деп, жастармен қандай қосымша қандай жаңағындай шаралар өткізуге болады кітап оқуға деп. Енді қоғамдық сана мен кітап оқу мәдениет арасындағы байланыс қандай деп ойлайсыз? Бар деп ойлайсыз ба қоғамдық сана мен кітап оқу? Әрине, кез келген жаңағы адамның санасын өзгертуге бұл оқудың, әдебиет оқудың маңыздылығы, бұл ғылыми түрде дәлелденген нәрсе. Тек бағыт бағдар беру керек. Кітап оқу, адамның кітап оқу қалыптасуы, ол бала кезден қалыптасатын нәрсе. Мысалы, адам 25-тен асқаннан кейін, мен енді примерно алып жатырмын да, жобалап, 25-тен асқаннан кейін, оған дейін кітап оқымаған адамды сен кітап оқыта алмайсың. Яғни кітап оқуға қызығушылық, құмарту, кітап оқуға бұл бала кезден қалыптасады. Және де тағы бір қызық нәрсе айтайын, енді өзіміздің басымыздан, мысалы, менің отбасымда 9 бала болса, соның ішінде жаңа 7-еуміз кітап оқып өстік та, бізде отбасымызда менің 2 сіңілім мүлдем кітап оқымайтын. Былай қарасаң таңғаларлық жағдай. Біз айтамыз ғой, егер яғни мен сол 2 сіңілімді жаңағы не себепті кітапқа қызығушылық танытпағанына әлі бірдей болмайды. Иә, 5 саусақ бірдей болмайды. Сондықтан адамның, яғни бұл жерде ұстаздардың да үлкен септігі тиеді. Баланы кітапқа баулу кішкентай кезден қалыптасады. Яғни ол өскеннен кейін, ер жеткеннен кейін ол баланы, ол азаматты, жастарды сен қанша жерден қызықтырсаң да, жаңағы қанша жерден миллиондап ақша берсең де, сен ол адамды кітап оқуға мойынсұната алмайсың. Сондықтан үйдегі отбасындағы тәрбие, тағы да қайталап айтамын, мектептегі ұстаздардың жаңағындай көмегімен балаларды кітапқа қызығушылығын оятуға болады. Және де мен бақылағаным, яғни қанша жерден сен ол баланың өзінің санасында қызығушылық болмаса, ол кітап оқыту мүмкін емес. Жақсы, Әсел ханым. Ал жаңа қоғамдағы өзгеріс, сананың өзгерісі, біз енді қазір кітап оқу бір жағынан тілді дамыту. Тіл үйренудің бірде-бір құралы. Маған көбіне шығып жатады, мен қалай қазақ тілін, жаңа қазақша үйренгісі келіп жүрген әріптестерім, таныстарым сұрайды, қалай қазақ тілін мен үйрене аламын деген сұраққа мен айтамын, қазақша кітап оқу керек.
мен де кезінде орыс тілін осы орысша кітап оқумен үйрендім. Өзің енді замандаспыз ғой, білесің да. Кезінде біз оқыған кезде мүлде оқулық болған жоқ, қазақ тіліндегі оқулықтар сирек болды. Таба алмайтындығымыз. Сол кезде бізге көмекке осы кітаптың арқасында орыс тілді кітаптарды оқу арқылы мен орыс тілін үйренгем. Сондықтан мен қазір жастарға айтамын, жастарға емес, жалпы әріптестеріме, менен ақыл сұрағандарға, тілді қалай үйренеміз дегендерге мен айтамын, қазақша кітап оқыңыз. Сізге үлкен көмек, яғни ары қарай дамуға. Сондықтан тек қана қазақ тілі, орыс тілі емес, ағылшын тілін үйренемін десең, өзге тілді үйренгім келсе, сол елдің кітабын, сол тілде жазылған кітапты көбірек оқу керек. Сол кезде тіл үйренудің бірде-бір тіл үйренуге де, кітапқа деген сүйіспеншілік те арта түседі дейсіз ғой. Жарайды, жақсы. Бүгінгі біздің Оқы және жем подкастының құрметті қонағы Әсел Жұмағалиқызы. Сізге келіп, уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп рахмет айтамыз. Енді жалпы осы Оқы және жемге қатысушы біздің оқырмандарымызға, жалпы осы қала тұрғындарына, облыс тұрғындарына тілегіңізді айтсаңыз, кітап оқуға, жаңағыдай сүйіспеншіліктерін арттыру үшін өзіңіздің тілегіңізді айтып өтсеңіз. Құрметті жерлестер, қостанайлықтар, енді ең бастысы еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, елімізде бейбіт заман бола берсін, Қазақстанымыз гүлденіп дами берсін, және осы елдің дамуына, осы елдің гүлденуіне үлкен ықпалында тигізетін, септігінде тигізетін білімді азаматтар. Білімнің бастау көзі бұл кітап. Яғни кітап оқыңыздар, білімдеріңіз көбейеді, саналарыңыз түбегейлі өзгереді. Сондықтан сіздердің еңбектеріңізге, осы облыстық кітапхананың ұжымына, жалпы кітапхана жүйесінде қызмет етіп жүрген барлық қызметкерлерге, азаматтарға алғысымыз шексіз. Тек қана жақсылық тілеймін. Рахмет сізге. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.